Ассалаумағалейкум. Бағдарламаның осы санында қызыл кірпіштен тұрғызылған үлкенді кішілі 11 күмбезі бар Көкшетау қаласының шеткері бөлігінде орналасқан Ғалым атындағы мешіт жайында айтамыз. Әзірге мешіттің ең үлкен күмбезінің жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Оған қоса мешіттің жанында асхана салынып жатыр. Олай болса, мешіттің тыныс-тіршілігімен танысайық. Ғалым мешіті Көкшетау қаласындағы Жұмабай Тәшенов көшесінде орналасқан. 1992-1995 жылдар аралығында салынған. Сол уақытта қала әкімі болған Асқар Хасенов ғибадатхана құрылысын қолға алып, біткен соң халыққа пайдалануға берген. Ғимараттың көлемі 281 шаршы метр. Бір мезетте 250 адам иық тіресіп намаз оқи алады. Биіктігі 10 метр. Іші ақ керамикалық плиткамен безендірілген, жеке жылытылады. Үлкен екі мұнарасының биіктігі 25 метрге дейін жетеді. Ауласына ағаштар мен гүлдер егілген. Бұл мешітке ерекше сән беріп тұр. Құлшылық үйіне кірмес бұрын біздің түсірілім тобының назарына алғаш іліккені дәл осы арадан барша Көкшетау қаласын көруге болады. Жалпы географиялық ерекшеліктерге сәйкес Ғалым атындағы мешіт қаладан едәуір жоғары орналасқан. Сондықтан дәл осы арадан осындай керемет көріністі көруге болады. Қараңыздаршы, жасыл желекке оранған әсем шаһар. Мешіт алыстан менмұндалап көрініп тұрады. Қызыл керамикадан жасалған сыртқы келбеті расымен қызықты. Алғашқы қарағанда екі қабатты болып көрінеді. Және нақ алдынан қарағанда ғимараттың ені тым қысқа болып көрінеді. Алайда ішіне кірсеңіз, бұл ойыңыздың толықтай қате екенін көресіз. Екі қабатты болып салынғанмен ғибадатхана ішінде бұл орын күмбездерге берілген. Нәтижесінде ғимараттың төбелері биік. Бұл тынысыңды ашады, құлшылық жасаған адамға қолайлы. Бұл мешіттің негізі салушысы сол кезде құрылыс мекемесін басқарған Хасенов Асқар Ғалымұлы деген кісі. Ол кісі осы мешітті салғызып, одан кейін әкімдікке тағайындалып, осында біраз қызмет атқарған кісі. Содан бері мешіт өз қызметін халыққа көрсетіп келе жатыр. Және де өзім осы мешітке 2012 жылдан бастап имамдық қызметке муфтияттың бұйрығымен келдім. Содан бері біраз күрделі жөндеулерден өткіздік. Бұл мешіттің сол 96 жылдары қиын уақыттарда салынған, сондықтан да бір кемшіліктері, жетіспеушіліктері болды. Және де сол біз келгенде қыста бұның іші өте суық болды, жамағатқа ыңғайсыз болды. Содан кейін осы 12 жылы қыста осы мешіттің еденнің астынан жылайтын қылып жасадық. Содан кейін мешіттің іші жылып, осы мешітке шәкірттер келіп, біраз студент балалар осында жатып оқып, білімдерін алды, тәлім алды. Және де осы мешіттің төбесінен су аққан бұрын қара қағазбен төселген, сонымен жабылған еді. Әр жауын жауған сайын көктем уақытындарда су кететін. Сосын сол демеушілердің көмегімен Аллаға шүкір мешіттің төбесі темір жабынмен жабылды. Мешітке алғаш кіргенде Фатиха және Бақара сүрелерінің аяттарын көресіз. Жазулар қолмен жазылған. Олар мешіт ішінің ажарын ашып ақ тұр. Құлшылық бөлмелер негізінен ақ түсті және сәнді өрнектермен безендірілген. Оған қоса алтын түсті жазулармен Алланың есімдері және аяттар жазылған. Мұнда жиналатын мешіт жамағаты жақын маңда орналасқан үйлерден бөлек тіршілігі қайнаған жеке Батыр базарынан да келеді. Базарда жеміс-жидектер және үйге, көлікке қажетті заттар бар. Мұндағы сатушылар да дінге берік екен. Мешіттің тұрақты жамағаты имамның айтуынша осы жақын маңда орналасқан сауда орнынан келеді екен. Ендеше бізде осы мұндағылардың айтуымен Дүйсен ағаны іздеп келдік. Міне өзі де тұр екен. Ассалаумағалейкум. Аға, қалайсыз, амансыз? Сіңізге Алла береке берсін. Аға, бес намазын уақыты болып қалыпты, жаймен деп аяңдай береміз. Міне жылжимыз. Аха. Бес намаз соған дайындалып тұрамын. Кәнекей. Дүйсен аға, енді осы қанша уақыттан бері осы мешіттің жамағатысыз? Енді бұл біздің Ғалым мешітінің жамағаты болғанымызға бір 10-15 жыл болды. Енді оның анық уақытын бір Аллаға аян ғой, былай айтқанда. Сол үшін бұл мешіттің бізге жақындығы да біздерге өте қолайлы, былай айтқанда. Осындағы қаншамен намазхан балдарымыз бар.
оқитын жұма күндері енді олар былай айтқанда бүкілі толық барады, а былай күндері енді шамасы келгендері барады да, шамасы келмегендері енді өздері біледі енді. А бірақ мен өзімше күнделікті баруды өзіме ниет қылып неткем, Алла разылығы үшін деп. Сол үшін жаңағы әрбір басқан қадамымызға Алланың сауабы болсын деп, соны жүрекке ниет қылып мүрет басқамыз. Оның үстіне жаңа барған кезімізде де имамдардың бір 10-15 минут айтатын уағызының өзінен қаншамен адам айтқанда ләззат алуға болады. Мешітке келгенде намазға жиналған жұрттың да қарасы көбейіпті. Байқағанымыз, мешіт жамағаты тұрақты келушілер болғандықтан ескі таныс адамдай араласады екен. Осы ғалым атындағы осы мешітке жақынбыз. Сол былтырдан бері осы үлкен тура жолға түскен бір ниетпен осындай үлкен жолда жүрміз. Осы шамамыз келгенше 5 уақыт намазды осы жерге өткізуге ниет қылып, осындай жамағатпен бірге болып намаз сол құлшылықтарымызды жасаймыз. Бұлай байқасақ, енді 1 жылдай арада уақыт болып қалды. Жамағат саны көбейіп келе жатыр. Сол қуантады кісіні. Осында келгенде сондай бір жақсы бір ниетпен, сондай жүрек терең бір сезіммен келеміз. Сондай бір үлкен бір рухани күш қуат аламыз осы мешітке келгенде. Сол қуантатыны жаңа айтып өттім, жамағат саны көбейіп келеді. Мына жұрдам жаңа өткен айт намаздарында, жаңа тарауых намазында қанша халық, босаға дейін көп халық жамағат жиналып, осындай құлшылықтарын білдіріп жатқан жағдайлар бар. Мешіт қаланың сырт жағында орналасқанымен, мұнда Құран оқыту үшін, діни ақыл кеңес алу үшін келетін адамдардың саны мол. Мәселен, біздің түсірілім тобы мешітпен танысып жүргенде, қаладағы жас отбасы жаңа туылған нәрестесіне азан шақырып ат қоюға келіпті. Allah'ın kulu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti atın cemile. Allah'ın kulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti atın cemile. Allah'ın kulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti atın cemile. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayya alas-salah, hayya alas-salah. Hayya alel-felah, hayya alel-felah. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah. Allah'ın kulu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti atın cemile. Allah'ın kulu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti atın cemile. Allah'ın kulu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti atın cemile. Біз өз кезегімізде Жәмиланы Алланың сүйген құлдарынан болсын деп тіледік. Жалпы мешіттің салынғанына 20 жылдан асыпты. Осы уақыт аралығында ғимаратқа күрделі жөндеу жасалмаған. Кішігірім құрылыс жұмыстарын мешіт жамағаты өз күшімен атқарып келеді. Ал соңғы бірер жылда ғибадатхана төбесінен жаңбыр су ағатын болыпты. Бұл мәселені шешу үшін арнайы мамандар келіп, жаңа шатыр жапқан, өзгеше үлкен күмбезді орнатқан. Шатыр салушы Манапбек Қазақбай біз барғанда өз жұмысын аяқтап қалған екен. Жұмыс барысымен танысу үшін біз де шатырға шығып, құрылысшымен сұхбат құрдық. Ал енді қазір бұрын бұнда плоский шатыр болған. Су ақты мешіттің ішіне. Енді біз былтыр бастап, биыл жалғастырып жүрміз. Скатный жасап жатырмыз. Қазір мне профлисті қойып жатырмын орынға. Мынау мешіт негізі егемендік алғаннан кейін ең бірінші мешіттер Қазақстанда. Мысалы, мынау күмбездер, Қазақстанда сондай күмбездер жоқ. Ең бірінші біздің фарфоровый завод деген бізде завод бар, сонда істелінген зат.
Құрылысшы айтқан фарфордан жасалған күмбездерге жақыннан үңілсеңіз өзіндік ерекшелігін байқайсыз. Әр қыры бөлек орнатылып, ол ішінен сыммен тартылған. Бұл құрылымның сыр бермегеніне биыл міне 24 жыл болды. Мынау үлкен күмбез жайында айтып берші, ол неден салынған, қалай құралған? Негізі каркас металдан жасалған, одан кейін мынау қанаттар үстіне жасалған. Ең бірінші біз былтыр шатырды жаптық. Мына жақтарда енді биыл осы жақтар жаптық. Негізі шатырдың каркасы пиломатериал, ағаштан. Одан кейін бәрі мысалы технология бойынша істелінген. Жалпы мынау үлкен күмбездің астындағы шатырды құрау үшін бір ай уақыт кетті. Жоқ, мынау бір жұма күні. Бір аптада бітірдіңіз. Мынау бүкіл шатырды бір айда кеткен уақыт. Мешіт салу және оны жөндеу сауабы мол іс. Оған қоса ыңғайлы. Намаз уақыты келгенде сатымен төмен түсіп, намаз оқи қоясыз. 35 гектар аумақты алып жатқан мешіт ауласына жақында дәрет алу бөлмесі салыныпты. Енді міне мешітке қарасты асханасы да бой көтеріп жатыр. Бұл жұмыстардың әлегімен Алла үйінде күнделікті тіршілік бір сәтте тоқтап қалған жоқ. Қазіргі уақытта енді оқуымызға жаңа айтқанымыздай көбінесе студенттер келеді, және де үлкен ересек адамдар келеді. Жазғы уақытта жазғы лагерлер ұйымдастырған кезде мектеп оқушылары маусым айларында жиналады. Және де сол оқу кезінде араб әліппесі, мұғалім санидан, және де намаз оқып үйрену, және де фихтан, ақидадан сабақтар беріледі. Бұл жерде өзім бас имам қызметінде болсам, менің көмекші наиб имам бар. Сол кісілер өзіміз осы жерде сол келгендерге қолымыздан келгенше сабақ беріп, дәріс өткіземіз. Және де одан қалды жаңағыдай балаларымыз жазғы уақытта келген балаларға жаңағыдай демалыстар ұйымдастыру, осы жерде ойындар ұйымдастыру, қолымыздан келгенше балалардың ішін пыстырмай, сол жерде сабақта оқып, көңілді көтеріп, дінге көңіл бөлуіне атсалысамыз. Оқу барысы жалпы аптасына 3 рет келіп дәріс аламыз. Онда өтетін сабақтар, яғни осы араб тілін оқу, Құранды ашып оқуда, әріптерді үйреніп, ондағы жаңағы ережелермен танысып, соларды ары қарай дамытып, Құранды жақсы толықтай оқып, арасында басқа ақида, жаңағы басқа пәндерден де дәріс беріледі. Оны өткізетін мешітіміздің наиб имамы Обайдулла ұстаз. Имани жаз деген жаңағы сондай арнайы мектеп оқушыларына арналған бір айлық іс-шара. Онда осы Құранға түсу жоспарланады бір айда. Онда тек Құран әріптерін үйренуден басқа сабақтар, ақылақ мінез, көркем мінез, өз-өзін қалай ұстауда, ислам дініндегі солар туралы айтылады. Және де одан бөлек осы оқушыларды жаңағы басқа жерлерге алып барып, Имани тау деген жер бар, сол жерге алып барып, онда да саяхаттайды. Мешіт халықтың игілігі үшін арналған құтты мекен болып табылады. Хадисте мүмин мешіт ішінде судағы балыққа ұқсайды, ал мұнафиқ тордағы құсқа ұқсайды делінген. Ғалым мешітінде де жамағаттың Аллаға құлшылық жасау үшін барлық жағдай жасалған. Ал егерде мешіттің құрылысына һәм басқа да жағдайларына көмек қажет болса, тұрақты жамағат Алла үйі үшін қолдан келгенін жасауға әзір.